Гинеколог дәрігер 10 жыл бойы бала көтере алмады, ал өзі әрең аман алып қалған сыған қызы оның өмірін түбегейлі өзгерткен сұмдық құпияны ашқанда, ол қорқыныштан қатып қалды. Күйеуінің үйлену костюмінен тапқан нәрсе оның жанын түршіктірді. Сәлеметсіздер ме, өмірлік хикаялар арнасының құрметті көрермендері. Жалғастырмас бұрын, қай қаладан немесе елден қарап отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Жаңа шығарылымдарды жіберіп алмау үшін міндетті түрде тіркеліңіздер. Тыңдауларыңызға жағымды болсын. Дәрігер Белова, сізге шұғыл жағдай. Медбике Валя есікті қақпай, ординатор бөлмесіне кіріп келді. Жас қыз, жағдайы ауыр, жедел жәрдем жаңа ғана жеткізді. Кристина үшінші рет қарап отырған ауру тарихын бір шетке қойды. Таңғы әдеттегі жұмыс, науқастарды қарау, тағайындаулар, қағазбастылық кенеттен тоқтап қалды. Не болды оған? Деп орнынан тұрып қолғапты жол жөнекей кие бастады. 25 жаста. Іші қатты ауырады, қызуы 40-қа жақын. Қазір тексеру бөлмесіне алып бара жатыр. 7 аурухананың гинекология бөлімінің дәлізі әдеттегі иістермен қарсы алды. Антисептик, жуылған еден және әлсіз ғана сезілетін ас иісі. Кристина палаталардың жанынан өтті. Ашық есіктердің ар жағында әр түрлі күйдегі әйелдер көрінеді. Бірі жазылып шығуға дайын, бірі енді ғана емін бастап жатыр. Тексеру бөлмесінде кушеткада қара шашы қалың, өңі қоңырқай, бірақ аурудан бозарып кеткен қыз жатты. Құлағындағы жарты ай пішінді алтын сырғалары деммен бірге дірілдейді. Сыған қызы екені бірден байқалды. Атың кім? Кристина оның иығына жай ғана қолын тигізді. Замира Михай, даусы ауырсынудан үзіліп шықты. Дәрігер, маған не болды? Операция жасай ма? Әлі ерте айтуға. Алдымен қарап көрейік. Қарын тұсын басқанда Замира айқайлап жіберді. Бұлшық еттері тартылып, оң жақ төменгі бөлігінде қатты ауырсыну бар. Классикалық белгілер. Бірақ нақты не? Аппендицит емес. Жедел жәрдем тексерген. Ендеше УД жасаймыз. Экрандағы көрініс Кристинаны ойландырып жіберді. Оң жақ аналық безі 3 есе үлкейген, құрылымы бұзылған, айналасында сұйықтық бар. Бұл өте ауыр қабыну. Ішінде ірің жиналған қапшық пайда болған. Ол жарылып кетуі мүмкін. Жарылса мен өлем бе? Замираның көзі үрейден үлкейіп кетті. Өлмейсің, бірақ іш қуысы түгел қабынан. Бұл өте қауіпті. Күрделі операция керек болады. Ал қазір операция жасасаңыз. Кристина ойланып қалды. Дәл осы сәт, дәрігер үшін ең қиын таңдау. Егер қазір операция жасасақ, өміріңді сақтаймыз. Бірақ аналық без бен түтік алынып тасталады. Мүмкін екіншісі де зақымданады. Сонда мен ешқашан ана бола алмаймын ба? Мүмкіндік қатты азаяды, бөлмеде үнсіздік орнады. Замира үнсіз жылады. Ал Кристина өз өмірін есіне алды. 10 жыл бойы бала көтере алмау, жүздеген талпыныс, түсініксіз бедеулік диагнозы, егер операция жасамасақ ше? Деді Замира. Қауіпті. Бірақ мүмкіндік бар. Кристина анализдерді қарап шықты. Қабыну жоғары, бірақ жағдай тұрақты. Теориялық түрде дәрімен емдеуге болады. Бірақ егер көмектеспесе, кейінгі операция өте ауыр болады. Ал көмектессе, онда 1-2 жылдан кейін бала жоспарлай аласың. Замира көзін жұмды. Мен операциясыз емделгім келеді. Егер өмір сүру жазылса, онда баламен өмір сүресің, деп аяқтады Кристина. Жақсы. 24 сағат береміз. Жағдай нашарласа, бірден операция. Сіз мұны мен үшін жасап жатырсыз ба? Протокол бойынша операция керек. Бірақ кейде дәрігер ауруды емес, адамды емдейді. Замира оның қолын қысып, рахмет деді. Сәлден кейін ол күлімсіреп. Біз кездейсоқ жолықпадық сияқты. Сіздің көзіңізде де балаға деген аңсар бар. Кристина селк етті. Қайдан білдің? Біз ондайды сеземіз. Ауырған жан ауырған жанды тартады.
Келесі сәттерде ем басталды. Дәрілер, үміт, сенім ал бөлім меңгерушісінің кабинетінде дау басталды. Белова есінен адасты, деді Майра Павловна. Мұндай жағдайда бірден операция керек. Меңгеруші Иван Петрович сабырлы еді. Хирургтың пікірі. Серік Борисұлы. Протокол бойынша операция. Бірақ мүмкіндік бар. Қандай мүмкіндік? 30% мүмкін 40, деді Кристина. Сен не түсінесің? Деп айқайлады Майра. Ал сіз ана болудың не екенін түсінесіз бе? Деді Кристина жай ғана. Бөлме тып-тыныш қалды. Соңында шешім шықты. 24 сағат. Жауапкершілік сенде. Палатада Замира тамшылатпа астында жатты. Қасында Майра Әлиевна есімді мейірімді әже отырды. Ол түн бойы дұға оқып шықты. Ал Кристина үйіне кешке оралды. Күйеуі Ғазиз әдеттегідей суық. Олардың арасындағы жылылық баяғыда жоғалған еді. Түн ауыр өтті. Бірақ таңертең күтпеген жағдай болды. Операцияға дайынсыз ба? Деп анестезиолог Петр Семенұлы палатаға ерте кірді. Замира Михай, жағдайыңыз қалай? Замира көзін ашып таңғалды. Кеше түн бойы мазалаған ауырсыну жоғалып кеткендей. Іші ауырмайды, басы да ашық, тыныс алу жеңіл. Дәрігер маған жақсырақ сияқты, бұл алдамшы жеңілдеу болуы мүмкін, деді Петр Семенұлы. Жарылар алдында осылай болады. Бірақ Замира өз денесін жақсы сезіп тұрды. Керісінше алғаш рет өзін тірі, жеңіл сезінді. Медбике Валя келіп дене қызуын өлшеді. Соңғы рет өлшейік, операция алдында, деді ол күлімсіреп. 10 минуттан кейін 36,6 мүмкін емес. Кеше 39,2 еді. Тағы бір термометр әкелді. Сол нәтиже. Үшіншісі де солай көрсетті. Сонда Майра Әлиевна орнынан тұрып: Қызым, біз жеңдік. Бұл Құдайдың көмегі, деді. Замира жылап жіберді. Бұл жолы ауырсынудан емес, қуаныштан. Жарты сағаттан кейін Кристина келді. Ол ең жаманға дайын еді. Бірақ көрсеткіштер жақсарған. УДС нәтижесі де оң өзгерісті көрсетті. Операция болмайды, деді Кристина. Дәрі мен ем көмектесіп жатыр. Шынымен бе? Замира оның қолынан ұстап алды. Иә. Сен шыдадың. Мен емес, деді Замира. Түн бойы дұға оқыған Майра әже. Кристина жеңіл тыныс алды. Қабылдаған шешімі дұрыс болған. 3 апта өтті. Замира баяу, бірақ сенімді түрде жазылды. Кристина оны күн сайын барып тұрды. Алғашында міндет үшін, кейін адамдық жақындықпен. Замира ерекше қыз еді. Ақылды, сезімтал. Ол сығандардың дәстүрлері, өмірге көзқарасы туралы айтып беретін. Біздің әулетте әйелдер әрдайым өзгенің ауырсынуын сезеді, деді ол бір күні. Бұл әрі сый, әрі қарғыс. Кристина үнсіз тыңдады. Өзі де сонда еді. Үйде ештеңе өзгермеді. Ғазиз бұрынғыдай салқын. Кеш келеді. Әңгіме жоқ. Жақындық жоқ. Шығару күні келді. Замира құжаттарын алып тұрып, Кристинаның көзіне тіке қарады. Сізге маңызды бір нәрсе айтуым керек. Кристинаның жүрегі дүрсілдеп кетті. Сіздің өміріңізде сиқыр бар, деді Замира жай ғана. Қара, жаман сиқыр. Ол сізге де, күйеуіңізге де үйленбей тұрып жасалған. Не? Кристина шошып кетті. Күйеуіңізді сізден бұрын бір әйел сүйген. Ол үміттенген. Бірақ сізді таңдағанда ол сиқыршыға барып қарғыс жасатқан. Бұл мүмкін емес, қарғыс уақытқа бағынбайды, деді Замира. Ол күйеуіңіздің үйлену костюмінде жатыр. Сол жақ кеуде тұсында қара таспа. Кристина үнсіз қалды. Оны қолмен ұстама. Пинцетпен алып, фольгаға орап маған әкел. Кейін не болады? 3 күн ауыр боласың. Бірақ кейін бәрі ашылады. Шындықты көресің. Қандай шындық? Күйеуіңмен бірге болмайсың. Бірақ шынайы бақытың келеді.
Сол кеште Кристина үйде жалғыз қалды. Ғазиз кеш келетінін жазды. Ол шкафтың алдына барып үйлену костюмін алды. Қолдары дірілдеді. Бос сөз деді өзіне. Бірақ тігісін сөкті. Ішінен қара түсті, түйін жіп шықты. Жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол оны пинцетпен алып фольгаға орады. Келесі күні Замираға барды. Иә, дәл осы деді ол. Енді не болады? 3 күн ауыр өтеді. Бірақ кейін көзің ашылады. Сол түні Кристина ауырып қалды. Қалтырап қызуы көтерілді. Ғазиз үйге келді. Ауырып тұрсың ба? Деді немқұрайлы. Аздап онда диванда жат. Маған жұқтырма. Ол кетіп қалды. Кристина жалғыз қалды. 3 шам жағып отырды. 2-ші күн одан да ауыр өтті. 3-ші күні мүлде тұра алмады. Ал Ғазиз бәрібір бей-жай. 4-ші күні таңертең Кристина өзін мүлде басқа адамдай сезінді. Әлем өзгергендей. Түстер айқын. Ауа таза. Көзімдегі перде түсті деп ойлады ол. Сол күні ол жұмыстан кейін үйіне емес, институтқа барды. Ғазизді көргісі келді. Кафедраға кіріп кабинетке жақындағанда тоқтап қалды. Ғазиз бір жас қызды құшақтап сүйіп тұр. Ләйла, жаным, қашан ажырасасың? Деді қыз. Жақында. Ол ештеңе байқамайды. Кристина үнсіз кері бұрылды. Жүрегі ауырмады. Тек бос еді. Үйге қайтып бара жатып бәрін түсінді. Ғазиз баяғыдан өзгерген. Ол тек көргісі келмеген. Кешке Ғазиз үйге келді. Ертең ажырасуға арыз беремін деді Кристина тыныш қана. Не? Бәрі бітті. Неге? Біз бұрыннан бөтенбіз. Мен сені сүйемін. Деді Ғазиз. Жоқ. Сен оны сүйесің. Біз 10 жыл бірге болдық. Бірақ бір арманымыз болмады. Мен оны тастаймын. Кеш. Қайда барасың? Шынайы өмір сүруге. Ғазиз оны ұзақ уақыт райынан қайтаруға тырысты. Жалынып ант беріп алтын таулар уәде етті. Бірақ Кристина шешімінен қайтпады. Ішінде анық бір даусы естілді. Бәрі дұрыс, босау уақыты келді. Бүгін мен диванда ұйықтаймын деді ол ақыры Ғазиз шаршаған кезде. Ертең ажырасуды рәсімдейміз. Кристина болды, Ғазиз. Әңгіме аяқталды. Ол жастықпен көрпесін алып диванға жатты. Ал Ғазиз жатын бөлмеге кетті. Біраз уақыт шкаф есіктерін тарсылдатып бірдеңелерді күбірлеп жүрді. Кристина қараңғыда жатып ерекше бір тыныштықты сезінді. 10 жылдық өмірі аяқталды. Алда белгісіздік. Қорқынышты, бірақ үміт сыйлайтын. 3 айдан кейін мемлекеттік үй, гүлдер, музыка және жаңа өмір. Замираның сөзі есіне түсті. Ажырасу күтпегендей тез, 3 аптада рәсімделді. Ғазиз қарсы болмады, тіпті мүлікті бөлуде де Кристинаға көбірек қалдырды. 2 бөлмелі пәтер Кристинаға. Ғазизге қала шетіндегі бір бөлмелі үй мен саяжай. Тағы бір рет сөйлесейікші деді ол соңғы күні. Жоқ деді Кристина сабырмен. Біз бөлек бақыттырақ боламыз. Ауруханада бәрі тез білді. Бірақ Кристина бәрін таңғалдырды. Жылау жоқ. Айқай жоқ. Керісінше гүлденіп кеткендей. Сен косметологқа бардың ба? Деді бір күні медбике Валя. Бардым деп күлді Кристина. Шаштар азғада. Ол шынымен өзгерді. Шашын қысқартты, жаңа стиль, әдемі киімдер. Көп жылдан кейін алғаш рет өзін әйел ретінде сезіне бастады. Ғазиз ақымақ екен деді Валя. Осындай әйелді жоғалтқан. 1 аптадан кейін жаңа жаңалық тарады. Институт ректоры Максим Радов қызы Ләйла мен Ғазиздің қатынасын біліп қойды. Скандал қатты болды. Менің қызым, деп айқайлады ол. Саған сеніп тапсырған едім. Ғазиз сол күні жұмыстан қуылды. Репутациясы да күйреді. Оны аяймын деді Кристина. Не үшін? Деді Валя.
Жас қыз үшін бәрін құрбан етті. Бірақ Кристинада ашу жоқ еді. Тек жеңілдік. Күтпеген жерден іс-сапар шықты Твер қаласына. Поезда Кристинаға қарсы Сергей Борисұлы отырды. Бұрыннан таныс, бірақ жақын емес еді. Естідім, ажырасыпсың, деді ол. Иә. Өкінбейсің бе? Жоқ, керісінше оянғандаймын. Сергей оған мұқият қарады. Сен өзгергенсің, әдемі болып кетіпсің. Тверде олар бірге көп уақыт өткізді. Бір күні Кристина сұрады. Әйеліңіз туралы айтып беріңізші, аты Света. Біз бақытты едік. Бірақ ол ауырды, аналық без обыры, балаларыңыз болмады ма? Болмады, уақыт жетпеді, ал сен? Деді Сергей. 10 жыл тырыстым, нәтиже жоқ, күйеуің тексерілмеді ме? Жоқ. Ақымақ екен, деді ол қысқа ғана. Соңғы кеште Сергей оның қолынан ұстап, Кристина, сен маған ұнайсың. Тек әріптес ретінде емес, Кристина оның көзіне қарады. Шынайы жылы көздер. Мүмкіндік бар, деді ол жай ғана. Олардың қарым-қатынасы баяу, әдемі дамыды. Гүлдер, серуендер, театрлар. Мен әйел болуды ұмытыппын, деді Кристина. Жоқ, сен енді ғана әйел болдың, деді Сергей. 3 айдан кейін Сергей оны алғаш рет сүйді. Мен мұны ұзақ күттім, ал мен күтетінімді білмеппін. Бір күні ол жай ғана. Кристина, тұрмысқа шығайық, деді. Маған 38, мүмкін бала болмайды, мүмкін болады. Ал болмаса бәрібір. Маған сен маңыздысың. Той қарапайым өтті. ЗАГС мемлекеттік ғимарат. Гүлдер, музыка. Замир айтқандай, бәрі дәл келді. Көп ұзамай Кристина жүкті болды. Уақыты келгенде егіз дүниеге келді, ұл мен қыз. Сергей жылап тұрды. Ал Кристина қызына қарап, ақыры мен анамын, деді. Қалай атаймыз? Ұлды Нұрсұлтан, ал қызды Замира. 3-ші күні палатаға бір таныс бейне кірді. Замира. Қолында үлкен гүл шоғы. Дәрігер. Деді ол қуанып. Егіз туғанын естідім. Замира, сен де қандай бақыттысың, тұрмысқа шықтың, енді тұңғышыңды күтіп жүрсің, деді Кристина. Замира домаланған ішін сипап күлімсіреді. Ал мынау кім? Деп Кристина бесікте жатқан сәбиге нұсқады. Сенің аттасың. Сыған қызы сәби қыздың жанына еңкейіп, өз тілінде бірдеңе сыбырлап, крест белгісін жасады. Бақытты болсын, дені сау болсын, махаббаты мол болсын, деді ол түзеліп. Ал сіз ше? Мен айттым ғой, бақытыңыз сізді өзі табады деп. Тапты ма? Тапты, деп бас изеді Кристина күйеуіне қарап. Ол ұлын бөтелкемен тамақтандырып отыр еді. Рахмет саған. Не үшін? Мен тек бұрыннан қасыңызда тұрған шындықты көруге көмектестім. Кешке Замира кетіп, ал Сергей үйге зат алып келуге шыққан соң, Кристина палатада жатып, балаларына қарап ұзақ ойланды. Ұлы қолдарын жайып ұйықтап жатыр. Қызы мұрнымен пысылдап тыныс алып жатыр. Қарапайым ғана жаңа туған сәбилер, бірақ Кристина үшін тұтас бір әлем. Палатаның терезесінен 7 аурухананың гинекология бөлімі көрініп тұрды. Барлығы сол жерде басталған еді. Сол жерде жас сыған қызы ана болу үшін күресті. Тек ауруды емес, тағдырды да жеңді. Тағдырдың түйіндері, деп ойлады Кристина. Қызық, кейде дұрыс түйіндер байланысу үшін кейбірін шешу керек болады. Сыртта алғашқы қар жауып тұрды. Әлемде тыныштық пен жылулық орнағандай еді. Кешкі тыныштықта палата іші жұмсақ жарыққа бөленіп тұрды. Сәбилердің баяу тынысы мен аппараттардың әлсіз дыбысы ғана естіледі. Кристина көзін жұмды, бірақ бұл жолы ұйқы емес, бір түрлі сезім келді. Ішкі тыныштықтың астарында әлде бір белгісіз толқу бар еді. Түн ортасында есік жай ғана ашылды. Кристина селк етіп оянды. Есіктің алдында Замира тұр. Бірақ ол бүгінгі Замира емес еді. Киімі өзгеше. Ұзын қара көйлек, шашы тарқатылған, көзі терең әрі мұңлы. Замира. Сен бе? Деді Кристина сыбырлап. Мен, деді ол жай ғана. Бірақ бүгін мен қонақпын.
Не болды? Замира палатаға кіріп, бесіктегі қызға, кішкентай Замираға қарады. Уақыт келді, дәрігер, қандай уақыт? Сенің сыйыңды түсіну уақыты. Кристина түсінбей қалды. Қандай сый? Замира баяу оның жанына отырды. Сен адамдарды тек емдеп қоймайсың, сен олардың тағдырын өзгертесің. Бұл жай ғана дәрігерлік жоқ, деді Замира басын шайқап. Сен біреудің өмірін сақтағанда, біреудің болашағын да сақтайсың. Ал кейде біреудің өтірігін бұзасың. Кристинаның жүрегі дүрсілдей бастады. Сен не айтқың келеді? Сенің жолың енді басталды. Бірақ мен бақыттымын, бәрі жақсы ғой, иә, деді Замира күлімсіреп. Бірақ бақыт соңғы аялдама емес. Сол сәтте нәресте қыз жылап жіберді. Кристина бірден орнынан тұрып, қызын қолына алды. Жарайды, жаным, ана осында. Қызы бірден тынышталды. Замира оны ұзақ қарап тұрды. Көрдің бе? Деді ол. Сен тек ана емес, сен қорғансың. Бұл қалыпты нәрсе ғой, жоқ. Барлық ана ондай емес. Сенің өміріңде тағы бір сынақ болады, деді Замира бір сәт үнсіздіктен кейін. Кристина қатып қалды. Қандай сынақ? Бір бала келеді. Тағы бала. Жоқ, бөтен бала. Кристина түсінбей қалды. Ол ауыр тағдырмен келеді. Ешкімге керек болмайды. Бірақ сен оны көргенде жүрегің тыныштық таппайды. Бұл қашан болады? Замира жауап бермеді. Есіңде болсын, деді тек. Бұл жолы шешім тек сенің жүрегіңде болады. Неге маған мұның бәрін айтып жатырсың? Деді Кристина даусы дірілдеп. Замира орнынан тұрды. Себебі сен бір кездері мені таңдадың. Мен жай ғана емдедім. Жоқ, деді Замира. Сен маған ана болу мүмкіндігін бердің. Ал ана болған әйел ешқашан жалғыз жүрмейді. Есікке қарай беттегенде Кристина оны тоқтатты. Күт, бұл шын ба, әлде мен түс көріп жатырмын ба? Замира артына бұрылып баяу жымиды. Маңыздысы, сен неге сенесің? Таң атты. Күн сәулесі терезеден түсіп палата ішін жарыққа толтырды. Кристина оянып кетті. Қасында егіздері. Барлығы тыныш. Ешқандай түнгі қонақ жоқ. Түс болды ма? Деп сыбырлады ол. Бірақ бесіктің жанында кішкентай қара жіп жатты. Түйілген. Кристинаның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бір ай өтті. Үй, балалар, жаңа өмір. Сергей жұмыста, Кристина декретте. Бәрі тыныш, тым тыныш. Бір күні ол балалармен серуендеп жүріп аурухана жақтан өтті. 7 аурухана. Бәрі басталған жер. Кенеттен кіргісі келді. Қабылдау бөлімінде әбігер. Медбикелер жүгіріп жүр. Не болды? Деп сұрады Кристина. Балалар үйіне нәресте әкелді, жағдайы ауыр, деді біреуі. Кристинаның жүрегі шым етті. Қандай бала? Бірнеше күндік. Ешкім тастап кеткен. Кристина бір сәт ойланбастан ішке кіріп кетті. Кувезде кішкентай сәби жатты. Өте әлсіз. Демі әрең. Бірақ Кристина оны көргенде жүрегі біртүрлі соқты. Тыныштық жоғалды. Дәрігер, көмектесіңізші, деді жас интерн. Біз не істерімізді білмейміз. Кристина алға шықты. Қолғап киді. Сәбиге қарады. Сосын сыбырлап, мен сені тастамаймын. Сол сәтте оның есіне түнгі сөз түсті. Бір бала келеді, бөтен бала. Кристина көзін жұмды. Бұл жай сәйкестік емес екенін түсінді. Сол күні кешке Сергей үйге келді. Кристина үнсіз отырды. Не болды? Деді ол. Сергей, деді Кристина баяу. Егер біз тағы бір баланы үйге әкелсекше? Сергей таң қалды. Қалай? Оны ешкім күтпейді. Ұзақ үнсіздік. Сосын Сергей терең дем алып. Сен оны әлдеқашан таңдадың ба? Кристина көзін төмен түсірді. Иә, Сергей жымиып. Онда біз де таңдадық. Кристина жылап жіберді. Бұл қорқыныштан емес.
Бұл тағы бір жаңа тағдырдың басталғанның белгісі еді. Сәбиді үйге әкелген күн Кристинаның есінде мәңгі қалды. Кішкентай ғана, әлсіз бірақ тіршілікке жабысып тұрған жан. Олар оған ат қойды, Аян. Неге Аян? Деп сұрады Сергей. Себебі ол бізге белгі сияқты келді, түсініксіз, бірақ маңызды, деді Кристина. Алғашқы күндер өте ауыр болды. Аян жиі жылайтын. Түнде ұйықтамайтын. Дәрілер, тексерулер, қорқыныш, кейде Кристина шаршап отырып қалатын. Мен дұрыс істедім бе? Деп сыбырлайтын. Сергей оның жанына келіп: сен ешқашан қате шешім қабылдамайсың. Сен жүрекпен таңдайсың, дейтін. Бір түн ерекше болды. Үш бала да ұйықтамай жылады. Кристина шаршаудан көз жасын тыя алмады. Мен бәріне үлгермеймін, деді ол. Сол сәтте есік қағылды. Түн ортасы. Кристина абайлап барып ашты. Есіктің алдында Замира тұр. Бұл жолы шынайы. Іші үлкейген, жүзі нұрлы. Кешір, келмей тұра алмадым, деді ол. Замира. Бұл уақытта жүрегім мазаланды. Замира үйге кіріп, бірден Аян жатқан жаққа барды. Сәбиге ұзақ қарады. Сосын көзіне жас алды. Ол жалғыз емес, енді сен оны танисың ба? Деп сұрады Кристина абдырап. Замира басын шайқады. Жоқ, бірақ оның жаны көп нәрсе көрген. Сосын ол Кристинаға қарады. Сен қазір шекарада тұрсың. Қандай шекара? Ескі өзің мен жаңа өзіңнің арасында. Мен онсыз да өзгердім ғой, Жо. Енді сен тек өзің үшін емес, тағдырлар үшін өмір сүресің. Маған қорқынышты, деді Кристина алғаш рет ашылып. Замира оның қолын ұстап: қорық, бірақ тоқтама, деді. Сол түні таңға дейін бірге отырды. Замира кеткенде үйде бір түрлі тыныштық қалды. Бірақ бұл жолы ауыр емес, терең тыныштық. Айлар өтті. Аян күшейе бастады. Күлімсіреуді үйренді. Кристина оны алғаш рет құшақтап тұрып: сен бізді таңдадың, деді. Бірақ бір күні ауруханадан қоңырау келді. Кристина Викторовна, сізге біреу келді. Кім? Әйел адам, Аян туралы. Кристинаның жүрегі су ете түсті. Қабылдау бөлмесінде бір әйел отырды. Жүзі шаршаған. Көзі қызарған. Сіз Кристинасыз ба? Иә, мен оның анасымын. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Сіз қай баланы айтып тұрсыз? Деді Кристина баяу. Сіз асырап алған баланы. Аянды. Кристинаның қолдары мұздап кетті. Мен оны тастамадым, деді әйел жылап. Мен мәжбүр болдым, қалай? Олар тартып алды менің отбасым, менің өмірімді бұзды. Кристина үнсіз тұрды. Жүрегінде екі дауыс соқтығысып жатты. Бұл сенің балаң, бұл оның анасы. Сол сәтте Кристина Замираның сөзін есіне алды. Бұл жолы шешім тек сенің жүрегіңде болады. Сіз не қалайсыз? Деді Кристина. Әйел көзін көтерді. Мен оны қайтарғым келеді. Үнсіздік. Ауыр. Шешуші. Кристина көзін жұмды. Алғаш рет шынымен қиын таңдау алдында тұрды. Қабылдау бөлмесінде уақыт тоқтап тұрғандай болды. Мен оны қайтарғым келеді деген әйелдің дауысы әлі де құлақта жаңғырып тұрды. Кристина көзін жұмды. Көз алдына бәрі келді. Алғаш көрген сәті кішкентай алақаны, мен сені тастамаймын деген сөзі, бірақ дәл сол сәтте ол басқа бір нәрсені түсінді. Бұл бала ешқашан зат болған емес. Оның өз анасы бар. Кристина баяу көзін ашты. Сіздің атыңыз кім? Деді ол. Айгүл, Айгүл, деп қайталады Кристина. Сосын өте тыныш дауыспен. Сіз шындықты айтып тұрсыз ба? Иә, мен дәлелдей аламын, құжаттарым бар, деп ол дірілдеп сөмкесінен қағаздарды шығарды. Кристина қарамады да. Керек емес, деді. Айгүл таң қалды. Сіз сенесіз бе? Кристина басын изеді. Мен анамын. Мен сіздің көзіңізден көріп тұрмын. Бұл сөзден кейін Айгүл жылап жіберді.
Мен оны іздедім күнде, мен ұйықтамадым, мен жетет, деді Кристина жұмсақ қана. Мен түсінемін. Кеш. Үй. Балалар ұйықтап жатыр. Сергей ас үйде үнсіз отыр. Кристина оның қарсысына жай ғана отырды. Ұзақ үнсіздік. Ол келді, деді Кристина. Сергей бәрін бірден түсінді. Анасы ма? Иә. Қайтарғысы келе ме? Кристина көзін төмен түсірді. Иә, Сергей терең дем алды. Ал сен? Бұл сұрақ ең қиын сұрақ еді. Кристина жауап бермеді. Оның орнына жылап жіберді. Мен оны жақсы көремін, деді ол әрең. Білемін, мен онсыз қалай боламын. Сергей орнынан тұрып, оның жанына келді. Ал ол анасыз қалай болады? Бұл сөз жүрекке тікелей тиді. Кристина көзін жұмды. Барлығы анық болды. Келесі күн. Аурухана. Айгүл тағы келді. Бұл жолы үміт пен қорқыныш аралас көзқараспен. Кристина оған қарады. Ұзақ, терең. Сосын бүгін оны көресіз, деді. Айгүлдің тізесі қалтырап кетті. Палата. Аян ұйықтап жатыр. Кішкентай, тыныш Айгүл жақындады. Қолын созды, бірақ тигізуге қорықты. Менің балам, деп сыбырлады. Кристина сыртта тұрды. Есіктің ар жағында. Ол ішке кірмеді. Бұл олардың сәті еді. Біраздан кейін Айгүл шықты. Көзі жылаудан ісіп кеткен. Рахмет, деді ол. Кристина басын шайқады. Маған емес. Мен оны бүгін алып кетсем бола ма? Сол сәт Кристинаның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бірақ ол жымиып, иә. Қоштасу сәті. Кристина Аянды соңғы рет қолына алды. Оны құшақтады. Ұзақ. Тым ұзақ. Кешір мені, деп сыбырлады. Мен сені мәңгі жақсы көремін. Сәби ештеңе түсінбейді. Тек тыныш дем алып жатыр. Айгүл баласын қолына алды. Бұл сәтті сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Бұл жоғалған жанның қайта табылуы. Есік жабылды. Айгүл кетіп бара жатты. Қолында Аян. Кристина орнында қалды. Қолдары бос. Жүрегі бос емес. Ауыр. Бірақ таза. Сол кеште үйде үнсіздік болды. Кристина балаларын құшақтап отырды. Көз жасы тоқтамады. Мен оны жоғалттым, деді ол. Сергей жай ғана. Жоқ, сен оны қайтардың, деді. Түн. Кристина тағы да оянды. Бөлмеде әлсіз жарық. Және таныс сезім. Терезе жанында Замира тұрды. Бұл жолы ол ештеңе айтпады. Тек жымиып тұрды. Мен дұрыс істедім бе? Деді Кристина сыбырлап. Замира басын изеді. Ең дұрыс. Неге сонша ауыр? Себебі бұл шынайы махаббат. Мен оны сағынамын, ол да сені сезеді. Бір сәт үнсіздік. Сосын Замир айтты. Сен бүгін бір тағдырды емес, 3 тағдырды құтқардың. 3. Бала, ана, және өзің. Кристина көзін жұмды. Көз жасы ақты. Бірақ бұл жол ішінде жарық болды. Таң атты. Жаңа күн. Жаңа өмір. Кристина терезе алдында тұрды. Қар баяу жауып тұр. Ол сыбырлап, кейде ең үлкен махаббат жіберу екен, деді. Ал алыста бір үйде кішкентай Аян анасының құшағында тыныш ұйықтап жатты. Және бәрі өз орнына келгендей болды. Құрметті оқырмандар, егер бұл оқиға жүрегіңізге әсер етсе, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Махаббат, тағдыр және күтпеген сәттерде болатын ғажайыптар туралы жаңа хикаяларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыздар. Келесі кездескенше.